Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар дейміз. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Енді оразаның барысында менің басымда өтіп жатқан кішкентай сынақ болып жатыр. Сол сынақты сіздермен тағы да бөліскім келіп отыр. Мынау мен Түркістан облысы Ордабасы ауданы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы жалпы білім беретін мектепте 24 жылдан бері география пән мұғалімі болып қызмет атқарып келдім. Енді осы 24 жылдың ішінде 2024 жылы 19 қазан күні 57 бұйрық бойынша конкурс негізде оқушы жөніндегі орынбасар болып тағайындалған болатын. Осы орынбасарлық жұмысым барысында менің директорым басшым болған Төлтөбай Балжан Алтынбекқызы осы лауазымды қызметте 8 жылдан астам уақыт отыр. Сол уақыт аралығында, яғни мектепте болып жатқан заңсыздықтарды көріп жүрдім. Орынбасар болғаннан кейін, тікелей соған жауапты болғаннан кейін, осындай заңсыздықтарды болмау барысында өтініш хатпен де, ауызша да, қанша рет жазбаша ескертумен шықтым директордың атына. Ақыр болмағаннан кейін 1 қазан 2025 жылы аудандық білім бөліміне және де аудандық прокуратураға арыз шағым түсірген болатын. Ол шағымда қаралған мәселе 2025 жылдың 18 тамыз күні мектеп директоры Төлтөбай Балжан Алтынбекқызы мектепке Мансап орталығынан 20-20 бағдарламасы бойынша практикант қабылдаған екен. Ол практикант 2 ай көлемінде айлық алған. Соны аудандық білім жаңағы Мансап орталығынан тексеріп келген өкілдердің жұмыста бар ма деген кезінен бастап, яғни 19 қыркүйек күні олар тексеріп келген болатын. Мен сол кезде орынбасар едім. Сонда бізде онда азаматтың жұмыс істемейтіні, олардың айтуы бойынша тәбіл жасалған және тәлімгер ұстаз бекітілген, тәлімгер ұстаз болып Қуанышбек Нұрдәулет Жақияұлы бекітілген екенін, және кейін осы зерделеу арыз шағымның барысында осы Түзелбек Азамат Әділханұлына, яғни практикантқа 115 мың теңге төленген, яғни заңсыз төленген.